Сәлеметсіздер ме, пайдалы кеңес арнасының көрермендері? Бүгінгі видеомыз жүкті кезде ішетін витаминдер. Видеомыз бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомызды соңына дейін көріп, каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Ал ендеше кеттік. Жүкті кезде ең маңызды витамин фолий қышқылы. Дайындық кезеңде 3 ай алдын және бірінші триместрде ішу қажет. Тәуліктік мөлшері 0,4-0,8 мг. Фолий қышқылы тәулігіне 0,4 мг-нан 12 аптаға дейін ішесіз. Йодамарин 100 мг-нан 1 таблетка 1 рет 1 ай. Йод жүкті кезде 16 аптаға дейін тағайындалады. Анасында йод жетіспеушілігі болса, баласында қандай да бір жүйе дұрыс дамымауы мүмкін. Егер анасында қалқанша безінде ақау болса, лечебный доза ішу керек. Витамин Е тіндердің тыныс алуына қатысады. Витамин Е мықты антиоксидант, тіндерді нығайтады, вирустан қорғайды. Жүкті кезде мөлшері 15 мг. Магний зат алмасу процесіне қатысады, стресстен қорғайды, жүйкені тынышталдырады. Жүрек қан тамыр жүйесін жақсартады. Егер организмде магний жетіспеушілігі болса, аяқтағы бұлшықеттердің тартылып қалуы мүмкін. Темір препараттарын 2-ші триместрден бастап профилактикалық ішеміз. Доза күніне 1 таблеткадан. Егер анемия диагнозын қоятын болса, емдік дозада ішу керек. 3 валентті темір препараттарын ішіңіз: генотардиферон, сорбифер, ротафер плюс. Омега-3 барлығында 1 таблетка күніне 1 рет ішесіздер. 20 аптаға дейін кальций препараттарын ішуге болады. Кальцимин, белкальцин, кальций тетрайникамид. Осы аталғандардың біреуін ғана ішесіздер. Көріп отырған қыз-келіншектер каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.